Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге біз келін түсіру, алып қашудан кейін келін түсіруді көрсетеміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай мына жақта ең бірінші жастар осылай алып келеді келінді, улап-шулап, айғайлап, бүкіл көшені шулатып, ауылдың бәрі естісін дегендей осылай машинаны звугын барынша қосып әкеле жатыр. Мына жақта барлығы дайындық үстінде, музыка айғайлап, барлығы билеп, соткаларын қосып дайындалып жатыр. Бірінші машина, келін отырған машина, осылай деп шарбақтың дәл жанына келіп тоқтады. Мына жақта екі жеңгесі жылтыр орамалдарын алып, бетін жабуға тақалды. Мына жақта анасын шақырып жатыр, өзінің ақ орамалын жапсын деген ниетпен. Мінекей артта жастар, барлық қуаныш үстінде. Мына жақта жігіт қобалжып, барлығымен амандасып көрмеген тәтелерімен. Мына жерде анасы да келіп жетті, өзінің ақ орамалын жауып, бетінен сүйіп. Не деген қуанышты сәт. Бәріне қызық, бәрі жан-жақтан өзінің телефондарына түсіріп, мәре-сәре болудай, енесі екеуі құшақтасып. Әрі қарай біздегі процесс ол келінді отқа май құю рәсімін өткізу. Мына жақта тағы бір абысыны, енесінің абысыны майды дайындап тұр ожаумен. Келінге оны ұсынып, мына жақта от жағылып жатыр. Ағаштарды, кішкентай ағаштарды жарып қойған. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрғандай, от деген лапылдап жанып жатыр. Егер осылай жанса, келін жақсы болады деген мағына. Бәрі мәз. Мына жақта шашу шашылып жатыр, балалар жинап, мәре-сәре болып жатыр. Ендігі кезең бізде беташар. Бұл келіннің бетін ашу үшін арнайы тамада жалдап, осылай қызықты өтсін деп, микрофонымен, бүкіл аппаратурасымен келіп, осылай бүкіл ауыл естісін деп, осындай күшті әдемі қылып өткізу үшін тамада жалдаған. Тамада өзінің беташарын бастап кетті, өздеріңіз көріп тұрғандай. Мына жақта жастар улап-шулап тағат таппай жүр. Бәріне қызық, кішкентай баладан қартқа дейін. Мына жақта көршілері жүр, көрші апайлар келіп, өздерінің шашуларына келіп, олар да қуанышқа ортақтасып жатыр. Мына жақта ақ жол төсеніп тұр. Келін сәлем салып, ата-енесіне, дос-жарандарына, көрші-қолаңға барлығына сәлемін беріп, мына жақта ендігі дайындалып жатыр бетін ашуға. Қазір енді тамада келіп, бетін ашу керек. Барлығы дайындалуда. Міне анасы мәз болып тұрған. Міне әкесі. Мына жақта жолдасы, бәрі қобалжуда.
достары. Барлығы бетінен сүйіп құттықтап жатыр. Міне фейерверк, қуаныштың белгісі, шашу, тағы да шашу. Ал құрметті ағайын, олай болса жастарымызға Амангелді атадан бата сұрап қояйық, құрметті ағайын. Мына жақта шашулармен де жинап жатыр өздері. Барлығымыз мәзбіз. Құттықтап, енді бата берілді. Атасы бата берді. Батасын алып, ары қарай келінді өзінің орнына, яғни шымылдықтың астына қарай алып бара жатыр. Жеңгелері, анасы, ең жақын адамдары артынан кетті. Барлығы улап-шулап. Міне Алихан да өзінің конфеттерін жинап мына жақта мәз. Үйдің іші, үйлері үлкен, өте кең. Шымылдықтың астында неге құттықтап тағы да бір қобалжып, көздеріне жас алып, мына жерде қуаныштың жасы әрине. Енесі мына жақта көзін жасын сүртіп, мына жақта қайнатасы. Содан кейін міне құдалар келіп, қуғыншылар келді, ал осының бәрін дайындаған мына мен, Жангүл. Подписывайтесь, лайк қойыңыздар, поделиться басып кеттіңіздер.